Жексенбіде Ресейдің Украинаға жасаған кезекті соққысынан кемінде 6 адам қаза тауып, ондаған тұрғын жарақат алды. Украина әуе күштерінің хабарлауынша, Ресей 41 зымыран мен 125 дрон ұшырды. Соққылардың басым бөлігі Киев пен оның төңірегіне бағытталған. Қаланың 5 ауданында өрт шығып, тұрғын үйлер, офистер мен өндіріс орындары бүлінді. Құтқарушылар өртке оранған 3 қабатты ғимараттан тұрғындарды қауіпсіз жерге шығарып жатыр. Ресей қорғаныс министрлігі соққы әскери нысандарға жасалды десе, Владимир Зеленский зымырандар мен дрондардың басым бөлігі тура елордаға атылғанын мәлімдеді. Бұл шабуыл Украинаның Ресейдегі қоймалар мен мұнай базасына соққы беруіне қарымта болды. Тіркелген мәліметтерге сәйкес, Украинаның ол шабуылынан кемінде 8 адам қаза тапқан. Вот так.